Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жақсы, көңіл күйлерің қалай? Отырам. Ал балалар, келесі сабағымызды бастайық. Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Мұқият тыңдайық. Жасампаздық бәрімізге өнеге. Ойланып отырамыз. Ойланатын бала, ізденетін бала. Қиялы бар бала, шығармашыл бала. Шығармашыл бала, ойлы бала. Жақсы балалар, бұл біз не үшін қойып отырмыз? Жасампаздық бәрімізге өнеге дегенді қалай түсінеміз? Мадина. Менің түсінігім бойынша жасампаздық ол тек қана бір нәрсені жасау емес, ол қабілет болып табылады, қоғамға пайда әкелу, адал қызмет ету. Ал бұны біз қазақы тілде, қазақы түсінікте қолдансақ, адал қызмет ету, еңбек ету, ойлау қабілеті деп аталады. Өте жақсы, иә? Екінші бейнеде сендер жаңа шығармашыл бала, жаңағы ойлы бала дейді. Оны қалай түсінесіңдер, кім айтады? Белсене қатысаңыз, Аружан. Меніңше шығармашыл бала деген ол физика пәнімен тікелей байланысты. Яғни физика бізде тек қана формула жаттау емес, оны түсіну, шығармашылық түрде ойлау, елестету. Яғни шығармашыл бала, ойлы бала деп айтамыз. Өте жақсы. Тағы кімнің ойы бар? Тағы қандай? Белсене қатысамыз. Тағы кімнің ойы бар? Ботагөз. Жалпы физика сабағымен байланыстыратын болсақ, физика сабағында мәселені шешу үшін біз өзіміздің сыни тұрғыда ойлауымызды дамытуымыз керек. Яғни тек қана физиканы оқумен шектелмей, осы физика сабағында да өзіміздің сыни тұрғыда ойлау логикамызды дамытуымыз керек. Өте жақсы. Тағы да ұлдар неге қатыспаймыз, Елдар? Физика сабағында шығармашылық пен ойлаудың бірігуі ол жаңа идеялар мен шешімдер қабылдауға ынталандырады. Өте жақсы. Жаңа идеялар пайда болады. Елдар. Физика сабағында бізде шығармашылықты көрсету дағдысында бізде өзіміздің тәжірибелерімізді, эксперименттер арқылы өзімізді көрсете аламыз. Өте жақсы балалар. Онда бұл біздің сабағымыздың эпиграфы болып табылсын. Ондай болса, алдарыңда білім класс бойынша бағалау парақтарың бар. Әрбір тапсырмадан кейін өздеріңді бағалап отырасыңдар. Яғни біз қаншалықты бүгінгі тақырыпты меңгердік, нені түсіндік, нені білдік, осы бағалау парағы бойынша не істейміз? Бағалаймыз. Ал жаңа сабақ бастамас бұрын балалар, біз осының алдында қандай тақырыптар өтеді? Кім айтады? Амадина? Біз тізбекте жалғау және параллель жалғау тақырыбын өттік. Жақсы. Ондай болса қайталау жүргізейік. Яғни тізбекте жалғау кезде біз білетін тоқышы, кернеу, кедергі қалай өзгереді, және параллель жалғау кезінде оларды біз қалай анықтай аламыз. Кәне, кім нетеді? Кім келеді тақтаға? Тізбекте жалғау бойынша. Аружан. Қайшама бізден тұрақты болып қалғанымыз қарап отырамыз. Жалпы бізде тұрақты шама тізбекте жалған кезде бір-біріне тең болады. Тоқыштері өзара тең болады. Жақсы. Жалғау схемасы. Елдар. Өте жақсы. Тізбектелік монша сияқты бір-біріне тізе береміз деген. Жалпы кедергісін қалай табамыз? Елдар. Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Жақсы. Енді осы жерде бізде қай шама қалды? Кел Ақмарал. Тоқышы тұрақты болады екен. Кедергілерді біз біріне бірін қоса екенбіз. Бізде кернеу қалды. Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Жақсы. Ондай болса параллель жалғау кезде бізде тұрақты шама кім шыққан жоқ? Дамир. Бізде параллель жалғаудың тұрақты шамасы бізде кернеу болып табылады. Молодец, кернеу болып табылады. Схемасы кім шыққан жоқ? Мадина. Бізде параллель жалғаудың схемасы бір-біріне параллель орналасқан. Дұрыс па балалар? Жақсы. Жалпы кедергісі Ботагөз. Жалпы кедергісінде бір-біріне қосылады және бөлшек
Жақсы. Енді бізде тоққышы қалай өзгереді екен? Інжу, келе ғой. Тез. Яғни параллель жалғау кезде тоққышы тармаққа бөлінеді дегенбіз. Өте дұрыс. Өзімізді бір көрсетіп. Так, білім класс бойынша өздеріңді бағалауды ұмытпаңдар. Өшіріңіз. Ал балалар, онда жаңа сабағымызды бастамас бұрын сендерге мынандай проблемалық сұрақ қойым деді. Бұл не? Ал Аружан, Бұл суреттегі бізде негізінде электросетегіш болды. бұл не үшін қолданады? Елдар? Бұл бізде электр энергиясын өлшейді. Электр энергиясын өлшейді. Тақым не қосады? Яғни бір айда қанша біз электр энергиясын жұмсадық? Біз ай сайын не төлейміз балалар? Ақша төлейміз. Енді бұл электр есептегіш қалай есептейді? Энергияны қалай анықтаймыз? Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты осы болып табылады. Түсінікті ме? Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр тоғының жұмысы мен қуаты, электр тоғының жылулық әсері, джоуль ленц саны. Біз бұл сабақта не істейді екенбіз? Кәне, кім айтады? Қандай мақсатта жұмыс жасаймыз, Ақмарал? Біз бұл сабақта тоқтың жұмысы мен қуатын зерттейміз. Жақсы, тағы да кім ой қосады? Ботагөз. Және бұл сабақта біз жұмыс, қуат және энергияларды формулаларын қарастырып және соларға байланысты есептер шығарамыз. Өте жақсы, тағы қандай ойларыңыз бар? Сонда біздің негізгі мақсатымыз, Мадина? Бізде ең алдымен электр тоғының жылулық әсерімен джоуль ленц санымен танысамыз бұл сабақта. Өте жақсы, джоуль ленц санымен не істейді екенбіз, танысады екенбіз. Өте жақсы балалар. Онда назарымыз тағы да экранға аударайық, мұқият тыңдайық. Электр қуаты таңғажайып күш. Ол біздің үйлерімізді, телефондарымызды және күнделікті тәуелді болатын құрылғыларымызды қуаттандырады. Бірақ электр қуатының қалай жұмыс істейтіні туралы ойланып көрдіңіз бе? Электр энергиясын түсінуге көмектесетін екі негізгі ұғым бар: жұмыс және қуат. Жұмыс, қарапайым тілмен айтқанда, бір нәрсені қашықтыққа жылжытуға жұмсалатын күш. Электрлік жұмыс туралы айтқан кезде, біз электр қуатының заттарды қозғалысқа келтіру немесе жұмыс істеу үшін пайдаланатын энергиясы туралы айтып отырмыз. Қуат, керісінше, бұл жұмыстың қаншалықты тез орындалатынын айтады. Бұл электр энергиясының қолданылу немесе берілу жылдамдығы. Электрлік жұмыс пен қуатты түсіну, телефондарымызды зарядтаудан бастап, үйлерімізді жарықтандыруға дейінгі күнделікті өміріміздегі энергияны бағалауға көмектеседі. Физика әлемінде жұмыстың ерекше мағынасы бар. Бұл күш денені қозғалысқа келтіргенде болатын нәрсе. Едендегі ауыр қорапты итеруді елестетіп көріңіз. Сіз қорапқа күш жұмсайсыз, және ол белгілі бір қашықтыққа жылжиды. Бұл жұмыс. Электр қуаты да жұмыс істей алады. Розеткаға қосылған кішкентай желдеткішті елестетіп көріңіз. Оны қосқанда электр қуаты желдеткіш қалақтарын айналдыру арқылы жұмыс істейді. Қалақтар неғұрлым тез айналса немесе неғұрлым ауыр болса, электр қуаты соғұрлым көп жұмыс істеуі керек. Біз электрлік жұмысты қарапайым формула бойынша есептей аламыз. Жұмыстар кернеуге көбейтілген токқа и көбейтілген уақытқа тең. Кернеу электр қуатын итеретін қысым сияқты. Ток электр зарядтарының ағыны, ал уақыт электр қуатының қанша уақыт ағатыны. Жұмыс пайдаланылған жалпы энергияны өлшейтін болса, электр қуаты бізге бұл энергияны қаншалықты тез пайдаланылатынын айтады. Оны былай ойлаңыз. Баспалдақпен жүруге қарағанда көп қуатты қажет етеді. Ал балалар, жаңа бейне жазбада көргендей, электр энергиясы қандай шамаларға тәуелді екен? Жақсы, Ботагөз. Электр энергиясының жұмысына тәуелді. Дұрыс, электр тоғының жұмысына тәуелді. Мадина? Бізге қуатқа тәуелді. Қуатқа тәуелді екен, иә? Яғни электр энергиясын қандай әріппен белгілеуші еді балалар? Q. Яғни бұл электр энергиясы өздерің айтқандай, бірінші электр тоғының жұмысына тәуелді екен, екіншіден қуатқа тәуелді екен. Біз механикалық қуатты өткенбіз, иә? Оны N әріппен белгілейміз. Осы жолы біз жаңағы электр тоғының қуаты P әріппен белгілейміз. Енді сұрақ, жалпы электр тоғының жұмысы не? Ол қалай анықталады, қалай сипатталып біз өткенбіз? Кім формуласын жазады? Кәне, Ақмарал.
бізде жұмыстың формуласы яғни А тең болады кернеу көбейтілген зарядқа. Кернеу көбейтілген зарядқа. Жақсы. Осы жерде заряд қалай анықталады? Ақмарал бірден жазып кетші. Қалай заряд анықталады? Q тең Иә, Q тең көбейтілген. Жақсы. Кім қатесін түзейді? Біз тоқ күшін уақытқа көбейтеміз ба заряд? Дұрыс па осы жерде? Бөлеміз ба? Қате бар ма осы жерде? Біз тоқ күші дегеніміз не еді? Тоқ күші Қандай да бір бірлік уақыт ішінде өтетін зарядты анықтайтын шама. Есендерді кішкене шатастырып тұрмын. Негізі Ақмарал қалай жазды? Дұрыс жазды. Енді не істейміз? Осы Q-дің орнына I көбейтілген T-ны жазамыз Ақмарал. А тең. Қортайық. U көбейтілген Өте жақсы. Отыра қой Ақмарал. Жазып аламыз дәптерге балалар. Жазып аламыз. Яғни электр тоғының жұмысын анықтау үшін бізге не керек балалар? Кернеуді білуіміз керек екен, тоқ күшіні және уақыт аралығын білу керек. Біз кернеуді қандай құралмен өлшеушек? Кернеуді қандай құралмен өлшеушек? Ал балалар бері қараймыз. Яғни электр тоғының жұмысын анықтау үшін бізге осы үш шаманы білсек болатын, яғни ол кезде бізге қандай құралдар керек екен? Кернеуді немен өлшенеді? Біз кернеуді вольтметрмен өлшейміз. Вольтметрмен, өте жақсы. Тоқ күші жақсы, Дамир. Тоқ күшін біз амперметрмен Жақсы, және не керек екен бізге? Уақыт өлшейді. Секунд, Дамир керек екен. Өте жақсы. Ал балалар, енді осы жұмыстың, электр тоғының жұмысын не істеуге болады екен? Түрлендіруге болады. Біз осының алдында кімнің заңын өтіп едік? Тоқ күші кернеу кедергі. Өте жақсы, оң заңын өткенбіз. Қане, кім жазып түрлендіреді? Қане, Ботагөз. Оң заңы бойынша сөйлейміз. Тоқ күші. тоқ күші ол бізге уға тура пропорционал. Кернеуге тура пропорционал. Кедергіге кері пропорционал болады. Енді орнататын болса. Яғни, мына жерде айдың орнына қоймақшысың, А тең. Аға, жақсы. Кернеу. Өте жақсы. Немесе қалай жазамыз? Квадрат бөлінгені көбейтілген Т. Жақсы, жазып отырамыз балалар. Міне, бір формуласын түрлендіріп алдық. Жақсы, енді кернеуді тауып кім түрлендіреді? Кернеуді келеді. Жақсы. Бізде кернеу. Иә, оң жағынан кернеуді таба қой. Мынаны орнына қоя қой, жақсы. Болса бізде А тең I квадрат. Жақсы. Көбейтілген Т. Міне балалар, өте тамаша электр тоғының жұмысының біз үш формуласын біледі екенбіз, дәптерге жазып отырамыз. Жақсы. Ал балалар, біз жаңағы электр тоғының жұмысын қандай формуламен анықтайтын, одан кейін жаңағы қуатты қалай анықтайтын барлығын түсіндік, жаңағы өрнектеп оны шығардық. Енді осы жерде жалпы электр энергиясын анықтау үшін жаңа бір-біріне тәуелсіз екі ғалым жаңағы зерттеу жүргізілген. Сондықтан бұны Джоулен заңы дейді. Бұлар қалай анықтайды екен? Экранға назар аударайық. Бізде тәуелсіз электр тоғының энергиямен байланысын зерттей бастадық. Тәжірибелер арқылы тоқтың әсерін түсінуге тырыстық. Мен электр тоғының жұмыс атқаратынын дәлелдедім. Яғни ток энергияны тасымалдайды. Ал мен ток өткенде өткізгіштің қызатынын байқадым. Бұл электр энергиясының жылуға айналуы. Бөлінетін жылу ток күшінің квадратына тәуелді. Бұл заң Джоул-Ленц заңы деп аталады. Электр тоғы жұмыс атқарады, ал бұл жұмыс жылуға айналады. Бұл электр тоғының қуаты мен жұмысының негізі. Бұл заңдар тұрмыста кең қолданылады. Үтік, шәйнек, электр пеші бәрі осы принциппен жұмыс істейді.
Оқушылар, ток жұмысын үйдегі есептеуіш құрал есептегіш өлшейді. Біз электр тоғының қуатына киловатт сағатпен есептеп, тоқтың атқарған жұмысына ақша төлейміз. Енді сіздер үйдегі электр тоғының жұмысына қалай ақша төлейтіндеріңізді білесіздер. Бұл білімді өмірде қолданасыздар деп сенеміз. Өте жақсы балалар, Ал балалар, жаңа біз электр энергиясын қалай анықтаймыз, тоқты қалай анықтаймыз, қуатты қалай анықтаймыз, есеп шығаруда көрдік, Енді біз жаңағы осыны зертханалық, яғни тәжірибе жасау арқылы анықтап көрейік, Бірінші топ сіздерге электр құралдары беріледі. Осыны өздеріңіз тізбектей немесе параллель жалғау арқылы білесіздер, не істейсіздер? Жаңағы электр тоғының жұмысын немесе джоуленсонын анықтай аласыздар. Сіздерге виртуалды зертхана берілген. Осы виртуалды зертхана бойынша сіздерде ток күшін кернеуді өлшеп, жаңағы электр тоғының жұмысымен электр энергиясын анықтайсыздар. Кәне, жақсы. Матина келе ғой. Сіздер жасай беріңіздер. Қалай жалғайсыздар? Электр тоғын қоямыз. Одан кейін кірген өткізгіштерін жалғаймыз. Бұл электр өткізгішімізде созуға да болады. Электр өткізгішінен кейін біз электр шамын жалғаймыз. Одан кейін бізде тағы электр өткізгішті жалғаймыз. Өткізгіш сымды, жақсы. Оны созып, одан кейін бізде осы электрдің кілтті жалғаймыз, жақсы. Одан кейін бізде амперметрді жалғаймыз. Амперметр тізбекке қалай жалғанады? Тізбектей жалғанады. Өте жақсы. Одан кейін амперметр мен ток көзін жалғау үшін біз электр өткізгішін жалғаймыз. Мына жерді қиюға болады. Яғни мына жерге әкеп жалғаймыз. Жақсы, кілтіңді қоса ғой. Кілтті қосқанда бізде амперметр 0,9 ампер болды. Жақсы. Вольтметрмен тексеретін болсақ, бізде вольтметрді ток көзіне қосатын болсақ, ол қанша вольтқа тең екен? 9 вольтқа тең. Өте жақсы, тамаша балалар. Жақсы. Енді анықтай беріңіздер, есептей беріңіздер. Сіздер электр шамдарыңыз жанды ма? Қосқан кезде электр шамы жанған болды. Енді қанша көрсетіп тұр? 0,3. Жақсы, вольтметрларыңыз қанша көрсетіп тұр? Қаншаға көрсетіп тұр? Қанша көрсетіп тұр? Жоқ. Жарайды. Білімімізді жинақтау үшін есептер шығарып жіберейік. Оқулық бойынша бізде 22-ші жаттығу, бірінші, екінші, үшінші, төртінші есебін шығарайық. Кәне, кім келеді тақтаға? Мадина келе ғой. Орнымызда да орындай береміз. Так, андағы берілгені. Жақсы. бізде есептің берілгенінде бірінші қалғаны берілген бізде кернеу 220. Одан кейін бізде 220 вольт. Одан кейін бізде ток күші берілген. Ток күші бізде 8 ампер. Жақсы. Одан кейін бізде көлемі. Есеп шығарып отырамыз. Көлем бізде 1 литр. Одан кейін бізде берілгені, яғни уақыт берілген, ол бізде біз оны Т1 деп белгілейміз. Т1 бізде температура дұрыс. Яғни судың температурасы. Бастапқы температурасы берілген, ол 20 градус Цельсий. Су қайнатсақ, су қай температурада қайнайды? 100 градус Цельсий. Жақсы. Т2 100 градус Цельсий. Міне біз тоқшауғынды қостық балалар, суды қайнаттық 1 литр. Жақсы, нені табу керек? Қыздыруға кеткен уақытты тау деп белгілей ғой. Тау. Өйткені сенде Т бар. Міне тау. Жақсы. Бірінші, неден бастайсыз? Ең алдымен бізде шешуінде жазам. Бізде ең бірінші осы бізде көлем берген 1 литр, ал бізде көлем ең алдымен біз көлемді килограмм айналып аламыз. Жақсы, массасын табамыз. Одан кейін бізде осы қуатты табамыз. Қуат бізде, оның бізде
кернеу және көбейтілген тоқ күші. Жаңа айттық, қуатты табу үшін 2 шама керек. Жақсы. Оны ары қарай шығаратын болсақ, 220 ватт көбейтілген 8 вольт. Вольт дейміз, 220 вольт көбейтілген 8. Жақсы. Ол бізде 1760 бізде ватт болады. Ватт болады. Жақсы. Келесі. Келесі бізде температура өзгерісі. Температура өзгерісі бізде яғни Т2 Өзгерісі болса қалай белгілейміз балалар? Дельта Т. Т2-ден біз Т1-ді азайтып тастаймыз. Жақсы. Оны есептейтін болсақ, Бірден жазсал, 80 градус 80 градус Цельсий. Жақсы. Енді суды қыздыруға қажет жылу бізде Q-мен Дұрыс, жылуды қыздыруға жеткен аға. Оған бізде М, С және бізде шыққан температура өзгерісін Дельта Т. қоямыз. Бізде судың сыйымдылығы, оны бізде бір көбейтілген судың сыйымдылығы бізде 4200. Жақсы. Оны 80-ге көбейтеміз. Оны 80-ге көбейтсек 336. Жаза ғой. Жақсы. Джоулмен өлшенеді. Енді біз уақытты табатын болсақ, қыздыруға кеткен уақытты. Ол бізде жаңа бізде осы суды қыздыруға қажет жылумен бізде оны біз қуатқа бөлеміз. Жақсы. $336,000 бөлеміз 1760-ға. Өте жақсы. Одан бізде шамамен 3,191 секунд шығады. Оны біз минутқа айналдыратын болсақ, 3-тен 2 минут болады. 3,2 минут. Өте жақсы балалар. Отыра ғой. Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті ма? Жақсы меңгердік па? Өте жақсы. Ондай болса, кері байланыс жасайық. Яғни сабақты біз қаншалықты түсіндік? Мен электр тоғының жұмысын толық түсінбедім. Джоулен заңын қолдануда қиналамын. Маған ұстаз көмегіңіз керек. Жақсы, тыңдап Мен отыр. электр тоғының қуатын білемін. Жылулық әсерінің қалай пайда болатынын түсіндім. Бірақ Джоулен заңы бойынша сұрағым бар. Сұрағым Мен бар. электр тоғының жұмысын және қуатын білемін. Джоулен заңын түсіндім. Бұл білімді есеп шығаруда қолдана аламын. Жақсы, біз қаншалықты түсіндік? Қане кері байланыс жасаймыз. Бір-бірден кер. Отауыз. Мен электр тоғының жұмысын және Сабақты толық түсіндіңіз, түсіндім. Жақсы, Бұл мынаны білімді есеп басамыз. шығаруда қолдана. Яғни сабақты жақсы түсіндіңіз. Өте жақсы. Келесі. Кім Мадина? Мен бүгінгі сабақты толық түсіндім. Өте жақсы. Жақсы түсіндім дейді. Аружан. Мен бүгінгі сабақты түсіндім, бірақ кейбір жерде менде сұрақтар туындап қалды. Өте жақсы, онда қосымша жұмыс жасаймыз. Міне, өте жақсы. Тағы да Зейнеп. Мен де бүгін сабақты біраз түсіндім, бірақ кейбір жерде сұрақтар бар. Өте жақсы. Екі баланың әлде сұрақтар бар екен. Ақмарал. Мен бүгінгі сабақты толық түсіндім, және оны есеп шығаруда осы ілімді қолданамын. Өте жақсы. Түсіндім дейді. Жақсы. Тағы да Дамир. Бүгінгі сабақты түсіндім, бірақ та кейбір жерде менің сұрақтарым болды. Сұрақтарым бар. Жарайды, жақсы балалар. Ондай болса үй тапсырмасын жазамыз. Үй тапсырмасы 5-ші параграф 63-ші параграфта толықтай оқып келесіздер. Қай жаттығу? 22-ші жаттығуды жаңағы 5-шісін шығарып келеміз. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Жақсы болсыздар.